Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде геометрия 7-ші сынып 16-24 есеп. Бізде берілгені жазылып тұр. Міне бізде А бұрышы 60 градусқа тең, В бұрышы 70 градусқа тең. Енді бізге CH, мына жерде H біздегі биіктік. Биіктік бізге ACH және VCH бұрыштарының айырымын табыңдар деген. Бізде яғни бұл жерде С бұрыштарын табуымыз керек. Мына жерде бізге осы жерді бізге табу керек болады. Оны табу үшін біз бірінші былай деп жазайық. Так, бізге мына биіктік тікбұрыш бұл жер 90 градусқа тең болады. Жазып қояйын. Енді міне кеттік. 60 қосылған 90 градус қосылған x тең бізде 3 бұрышымыз 180 градусқа тең болады. 60-ға 90-ды қосасыз 150 градус плюс x тең 180. X тең 180 минус 150 градус. X тең 30-ға тең болады. Бұл біздің мына бұрышты табылды. Мына жерді мен қазір x деп алайын. Мына жерді y деп алайын. Бізде мына жеріміз қазір таптық. Енді мынаны табуымыз керек болады. Ол үшін біз V бұрышымыз бізде 70 градус плюс 90 градус плюс мына жерде бізде y тең 180 градус. Так, 70-ге 90-ды қосасы 160 градус. Қосылған y тең 180. Так, y тең 180 градус минус 160 градус. Y тең 20 градус. Яғни бұл жерде бізге ACV и жаңа бізге VCH бұрыштарын айырымын тап деген еді бізге. Енді жазайық. Ол үшін ACH бұрыштарын VCH тең болады. Бізде жаңа ACH бұрышымыз 30 градусқа тең болды. Міне градус минус мына бұрышымыз біздің 20 градусқа тең болды. Тең болады 10 градусқа. Сонда біздің жауабымыз 10 градус болып шықты. Келесі есеп бізде 16-25. Берілген жазайын қазір. Берілгені бізде А бұрышы 30 градусқа депті. Так, CHV 90 градус, VCH бұрышы 22 градус. Бізге табу керек AC бұрышын табу керек. Ол үшін бізге так, А бұрышы мынауымыз бізде 30 градус. CHV, яғни мына жеріміз 90 градусқа тең. VCH, мына жеріміз бізде 22 градусқа тең. Бізге табу керек ACV-ны. Мына жерді табу керек. Мына жерді табу үшін бізге мына жерді бірінші табу алу керек болады. Ол үшін біз бірінші не істейміз? Бірінші шығарайық. 90 градус қосылған 22 градус қосылған. Мына жерді табу үшін бізге x деп алайық. Бұл үш бұрыш бізде 180 градусқа тең болады. Енді 90-ды 22 қоссақ бізде 112 қосылған x тең болады 180 градус. Так, x тең 180 градустан аламыз 112-ні, x тең бізде 68-ге тең болады. Яғни мына бұрышымыз біздің 68-ге тең. Жазып қояйық. Енді қарап тұрсаңыз, сізде V бұрышы сыбайлас бұрышқа ұқсайды. Сыбайлас бұрыштар олар 180 градусқа тең. Жазайық. V бұрышы бізде 180 сыбайлас бұрышқа тең болғандықтан 180-нен аламыз 68-ді. Так, 68 градус алсақ, бұл тең болады 112 градусқа. Яғни мына жеріміз біздің 112 градусқа тең болды. А бұрышымыз анық болды, В бұрышымыз анық. Енді С бұрышын анықтаймыз. Ол үшін 112 қосылған 30 градус тең, то есть қосылған x тең 180 градус.
112-30-ды қосамыз. 142 градус қосылған x тең 180 градус. X тең болады 180 градустан аламыз 142 градусты. Сонда x тең 38 градус болады. Сонда біздің мына жеріміз 38 градусқа тең болды. Сонда біздің жауабымыз ASV бұрышы 38 градусқа тең болды. Жазбайық, жауабы ASV бұрышы 38 градусқа тең деп қояйық. Келесі есеп бізде 16-26 есеп. Мен берілгенмен бұрышты сызып қойдым. Түсіндіріп өтейін. ASV бізде тең берілу үш бұрыш. Мына жерде AC мен VS, яғни бір-біріне тең. Мына AD бізде биіктік. Мына VAD, яғни VAD. Мына жеріміз біздің 24 градусқа тең. Мына жеріміздің белгілі, бұл жер тік бұрыш, яғни 90 градусқа тең болады. Яғни біз мына жерді табуымыз керек болды. Мұны табу үшін біз бірінші V бұрышын табу алымыз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз бірінші жазайық. 90 градус қосылған 24 градус қосылған V бұрышы тең, яғни үш бұрыштың барлығы 180 градусқа тең болады, ішкі жағы. Яғни 90-ды 24-ке қосамыз 114, қосылған V бұрышы тең болады 180 градус. V бұрышы тең болады 180 градустан аламыз 114 градусты. V бұрышы тең бізде 66 градус шығады. Яғни біздің мына жеріміз 66 градусқа тең. Енді қараңыз, тең берілу үш бұрыштың табандарының, яғни табандар бір-біріне тең болады. Яғни V бұрышымыз 66 градусқа тең болса, A бұрышта біздің 66 градусқа тең болады. Енді бізге S бұрышын табу енді оңай болады. Олға қараймыз. 66 градус. A бұрышымыз қосылған V бұрышы 66 градус қосылған S бұрышын табамыз. Яғни тең беру үш бұрыштың, яғни олар 180 градусқа тең болады. 66 градусты қосамыз, 132 градус қосылған бұрышсы тең болады 180 градус. Бұрышсы тең 180 градустан аламыз 132 градусты. Бұрышсы тең бізде 48 градус шығады. Яғни біздің S бұрышымыз 48 градусқа тең болды. 16-26 есептің жауабы 48 градусқа тең. Бізде келесі есеп 16-27 есеп. Берілгені бізде мынау AD бізде бисектрисі, яғни үш бұрышты тең де екіге бөлу деген мағынада. Мынау S бұрышы бізде 30 градус. VAD, яғни VAD. Мына бұрышымыз біздің 22 градусқа тең. Яғни бізге табу керек ADV-ны. Сонда бізге мына жерді табу керек. Енді қараңыз, бисектриса дегеніміз біз тең де екіге бөледі деп айттық. Яғни үш бұрыш тең де екіге бөлу. Мына жеріміз 22 осы, яғни мына жағымызда біздің 22 деген сөз. Яғни біз қазір бірінші мына жағын тауып алайық. 22 градус қосылған 30 градус қосылған, мына жерде біз Y деп алайық. Y тең қосындының теңдігі бізде 180 градусқа тең. 22-ке 30-ды қоссақ бізде 52, қосылған Y тең 180 градус. 180 градус. Y тең 180 градустан аламыз 52-ні. Градустан аламыз Y тең бізде 128 градус шығады. Яғни біздің мына жеріміз қазір бізде 128 градусқа тең болды. Енді қарасаңыз, қазір бізде D бұрышы сыбайлас бұрышқа ұқсайды. Сыбайлас бұрыштың қосындысы ол 180 градусқа тең. Ол қалай? Яғни ол былай. Яғни мына жерімізді қазір біз былай жазамыз. 180 градустан
аламыз 128 градусты тең болады, ол 52 градусқа. Яғни біздің мына жердегі бұрышымыз 52 градусқа тең болды. Жазып қойын. Сонда жауабы АДВ бұрышы бізде 52-ге тең.